Абай Құнанбаев 39-ші қара сөз. Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы төмен болған, бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі болған екен. Ендігі жұрт осы ата-бабамыздан қалған мінді істі бір-бірлеп тастап келеміз. Ал әлгі екі мінезді болса біржолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер, осы өрлеп ілгері бара жатқанына қарай, сол ата-бабамыздан қалған екі мінезді жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарлы болар едік. Мінез болмаған соң әлгі үйренген өнерлеріміздің барлығы да адамшылыққа тура келмейді, сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың үлкен бір себебі де сол көрінеді. Ол екі мінез қайсы десе, әуелі ол заманда елбасы, топбасы деген кісілер болады екен. Көші-қонды болса, дау-жанжалды болса, билік солардың қолында болады екен. Қарапайым жақсы жаман жұрт өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Елбасы, топбасылар қалай қылса, қалай бітірсе, халық та оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қой асығын қолыңа ал, қолайыңа жарса сақа қой. Бас-басыңа би болса, Манартауға сыймассың. Басалқыңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп, мал айтып, тілеу қылып, екі шылбыр бір тізгінді бердік саған. Берген соң артқа қайтпақ түгілі, жетпегеніңді жетілдіремін. Жақсылығыңды асырап, жамандығыңды жасырамын деп тырысады екен. Екіншісі намысқор келеді екен. Ататалып аруақ шақырылған жерге ағайынға өкпе араздық болмайды екен. Ағайынның азары болса да безері болмайды. Алтау ала болса ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса төбедегі келеді десіп. Жол қуған қазынаға жолға, тау қуған бәлеге жолға десіп. Кәнекей енді осы екі мінез. Бұлардың барлығы арлылықтан, намыстылық пен табандылықтан келеді. Біз бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы бейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отырамыз.